Бөлімше тірегіл! Сүйін! Тұқтылар! Насыр ортаға! Лейтенант мырза, опа 2291 взводы алғашқы әскери сабағына дайын. Взвод командирі Алтабек Бақытжан. Армысыздар оқушылар. Сау болыңыздар, лейтенант мырза! Отырыңыздар. Бүгінгі жеті сабағымыз аңқы 74 қаруы және бөлшектенуі және жинақталуы. Уақытта жинақтап бөлшектеміз. Қай деталь, қалай бөлшектенілетін барлығы сіздерге анық, айқын көрсетілетін болады. Түсінікті ғой, үй тапсырмасына көшейік. Ең алдымен үй тапсырмасы сіздерге не берілді? Алдыңғы сабақта үй тапсырмасына кім? Хиуаз Доспанов. Рота кезекшісінің әскери міндеттері және құжаттар. Так, жарқымыз Хиуаз Доспанованы жазып келдік па? Дұрыс па? Қаршы онда былай істейміз. Ең алдымен біз сайыс сабақ жүргізіп алайық. Сайыс сабақ бізде ең алдымен қалай жүреді. Сайыс сабақтар бірінші топ, екінші топ, үшінші топ болып бөлінеді. Бірінші топта. Так, үй тапсырмасына дайынсыздар ма? Үй тапсырмасына дайынбыз. Достар, онда бастан шегіріп бір ерліктерін айтып өтсек. Бізде кім айтып өтеді бірінші топта? Қазақтан шыққан жалғыз шайы болды. Оны немістер кім деп атаған? Түнгі Мыстан деп атаған. Дұрыс. Қай жыл дүниеге келіп бұл кісі? 1922 жылы 15 мамырда. Жақсы, отырамыз. Қандай ерліктер білеміз Хиуаз Доспановның? Бүкіл Орта Азия елдерінің ішінде жанқиярлықпен соғысқан Хиуаз Доспанова халық қаһарманы атағын болған. 1933 жыл 26 адамға халық қаһарманы деген атақ берілген. Жақсы, отырамыз. Келесі, үшінші топ. Үшінші топтан бар ма? Қысқаша мәлімет береді. Кім бар? Хиуаз Доспанова туралы. Ол көбінесе сол асында емес, только түнде ғана шабуылға шығатын болған. Дұрыс, ол айтылып өтілді. Түнгі Мыстан деген лақап қойған. Жақсы. Алдыңғы сабақта өткенде өздеріңізге белгілі, біз тарихын өткен тұғымыз AK-74 қаруының. AK-74 қаруын кім ойлап тапқан? Кім жауап береді? AK-74 қаруын 1943 жылы Калашников шығарды. Михаил Тимофеевич Калашников ойлап тапқан. Алматы облысының тумасы болған, өздеріңе белгілі. Отырыңыз. Дұрыс. Өте орында. 10-15 пай. Үшінші топ сәл. Белсенді қатысып отырамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін өтетін сабағымыз жаңа сабақ AK-70 автомат Калашниковтың пулеметін және автоматын жартылай бөлшектеу және жинақтау. Түсіндіңіздер ғой? Сіздерге қалай бөлшектенуі керек, қалай жинақталу керек, соны айтып өтетін боламыз. Жалпы толық, жартылай болып екіге бөлінеді бұл автоматтың бөлшектенуі. Толық 12 бөлшекке, жартылай, толық бөлшекке бөлшектенетін болады. Түсінікті ғой? Ары қарай автоматты 12 бөлшекке қандай жағдайда бөлшектейміз? Автоматты Майға батып немесе суға батып, немесе толық баспаған кезде қалу. Дұрыс. 12 бөлшекке толық бөлшектенеді. Отырмыз. Жартылай неше бөлшекке бөлшектенеді? 9. Жақсы. Қандай жағдайда жүргізіледі ол? Майлау кезінде. Түрегел. Майлау кезінде. Атыс жүргізілгеннен кейін жүргізіледі. Дұрыс қой? Так, отырамыз. Так, 10 ұпай қосатын болды. Так, ары қарай жалғастырамыз. Автомат Калашников өздеріңізге белгілі. Бұны мен өзім шашып көрсететін болсам, сіздерге түсініксіз болады. Бүгін сіздерге шашып көрсететін Бақытжан болды. Командирлеріміз. Так, ары қарай жалғастырамыз. Қаруды ең алдымен корпустар осылай жатқызылатын болады. Жетеден қаруды шашар алдын пәрмен беріледі. Нөмір 12-ші шашу, бөлшектеу, жинақтау
нормативіне кіріспеген. Ары қарай кіріседі. Ең алдымен біз оқжаттарды ажыратамыз. Оқжаттарды ажыраттық. Оқжаттарға өздеріңізге белгілі от соғып кетеді. Оқжаттарды көрдіңіздер ғой? Ары қарай кеттік. Оқжаттарды ажыратқаннан кейін қаруды көтереміз да сүмбіні ажыратамыз. Сүмбі жақсы. Одан кейін қарудың ішінде оқ бар жоқтығын тексеретін боламыз. Бірінші ағытамыз, дұрыс. Қару ішінде оқ жоқ, пенал ажыратылады. Одан кейін ұңғы қақпақшасы. Ұңғы қақпақшасы бізде, ұңғы қақпақшасы астында тұрады. Ұңғы қақпақшасы. Ұңғы қақпақшасын ажыраттық. Одан кейін қайтармалы механизм. Қайтармалы механизм. Бекітпе және бекітпе жақтауы. Бекітпе жақтауы көргендеріңіздей. Және жанында бекітпесі. Ары жалғастырамыз. Газ түтікшесі. Көрдіңіздер ғой? Және жалын сөндіргіш. АК-74 қаруы жартылай бөлшектенеді. Түсінікті ғой? Дәл осылай бөлшектенгеннен кейін кері қарай жинақтайтын боламыз. Кері қарай жинаймыз. Жаламыз, жақсы. Көрдіңіздер ғой? Болды ма? Болды. Bir, masaya gel, üç. Sizde келесі тапсырма сіздерге карточкамен жұмыс істейміз. Карточкамен. Әр екі оқушыға карточка беріледі. Ол карточкада 5 сұрақтан берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ғой? Кеттік. Бірінші топтан кім жауап береді? Бірінші топтан түрегел, студент өзін таныстыр. Мен Еңісбай Азамат. Сұрағым? Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери анты қай жылы қабылданды? Қай жылға? 95 жылы 30 тамызда. Келесі, тұрамыз, жақсы. Кеттік, келесі. Есімім Балбек Бақытжан. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери экономикалық қамтамасыз етудегі екінші кезеңі қай жылдар аралығында қамтиды? 1992 және 1997 жылдар аралығында. Екінші сұрағым: Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлық қашан қабылданды? 1992 жылы 7 мамырда. Жақсы, отырамыз, келесі. Сұрағым: сарбаз үшін тікелей бастық рота командирі.
Екінші сұрағым. Қатар дегеніміз әскери қызметкердің бір сызық бойында біреуі екіншісінің қасында орналасқан сабы. Отыр. Жақсы. Келесі. Әмір. Кіші офицер құрамындағы әскери қызметшілердің әскери қызметте болудың шектеулі жасы қанша жас? 45 жас болады. Бізде қанатты жаяу әскерден кімдерді айтады? Әуе кеңесі әскерді айтады. Әуе қарулы күштері. Жақсы. Келесі. Әскери анытты әскери бөлімге келгеннен бастап қанша уақытта кешіктірілмей қабылдайды? Әскерге барғаннан кейін 2-3 аптадан кешіктірілмей қабылдайды. Жақсы, отырамыз. Құрметті студенттер, бүгінгі сұрақтарға жауап алдық. Сұрақтардың жауабы бойынша, ұпай бойынша, топ бойынша бөлінген. Бірінші топқа 3 сұраққа жауап берген үшін 15 ұпай қойылды. Екінші топта 3 сұраққа жауап берген үшін 15 ұпай қойылады. Келесі топта бізде 3 сұраққа жауап берді, 15 ұпай қойылды. Сонымен ұпай санымен бөлетін болсақ 20, 25, 35. Бүгін сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Кері байланыс жасап жүрейік. Не түсіндіңіз? АК-74 қару бойынша. АК-74 қару бойынша оның неше бөлшекке шашылатыны және қандай кезде шашылатыны туралы. Жақсы, отырамыз. Келесі үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы Бауыржан Момышұлының ерліктері. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтан бірінші топқа жақсы деген ұпай қоямыз. Екінші топқа өте жақсы. Үшінші топқа қанағат. Түсінікті қоя. Бүгінгі осымен сабағымыз дәрісіміз аяқталды. Бүнше түрегел. Түзел. Тік тұр. Сау болыңыздар студенттер. Сау болыңыз, лейтенант Мырза. Жақсы. Заттан түсінесіз.